Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Сіздермен бірге Санчо Лайф арнасы достар. Бүгін арнадан көретін ақпараттарымыз мынадай. Барселона клубы өзіне керек вингер тапты. Ол кім? Неймар не үшін әлем чемпионатына қатыспай қалуы мүмкін? Сіз және басқа ақпараттарды назарлаңыз достар. Сіздерден қолдау болса, мен күнде керемет видео шығаруға тырысамын. Сондықтан арнамызға осы видеоға лайк басып видеоны сұраймыз. Қолдап жүрген достарымызға ал біз видеоны бастайық. Барселона клубы өзіне керек вингер тапқан болатын достар. Ол кім десеңіздер, Ньюкаслдың шабуылшысы Энтони Гордонды алған болатын. Яғни білесіздер, Энтони Гордон өте жақсы ойыншы, екі қапталда ойнайтын ойыншы, өте жақсы трансфер негізінде. Қалай ойлайсыздар, Энтони Гордон Барселонаға келіп ойнап кете ала ма? Энтони Гордон апрелдағы статистикасын айтсақ, 26 ойында 6 гол мен 2 ассист берген. Оның 6 голдың 3-ін пенальтиден соққан достар. Қалай ойлайсыздар, Энтони Гордон Барселонаға келіп ойнап кете ала ма? Достар, Неймар Джуниор әлем чемпионатына қатыспай қалуы мүмкін. Неге десеңіздер, Неймар әлем чемпионатына жақындап қалған кезде травма алып 3 апта қатарынан шыққан болатын достар. Әлем чемпионатына небәрі 14 күн қалды, яғни 2 апта қалды достар. Қалай ойлайсыздар, Неймар әлем чемпионатына жазылып, әлем чемпионатында ойнай ала ма? Футбол жанкүйерлері болып, мен болып, бәріміз әлем чемпионатында ойнаған қалай ен достар. Неймардың, өткен Неймардың өзі білесіздер, Неймар футбол адам ғашық ететін ойыншы, нағыз футбол үшін жаратылған адамдардың бірі. Құрметті достар, Тоттенхэм клубы керемет трансфер деп айта аламын. Бұл трансферді неге десеңіздер, ол Ливерпульдің белді қорғаушыларының бірі Робертсонды қатарларына қосқан болатын. Тоттенхэм клубы еркін агент ретінде Тоттенхэмге Робертсон көмектесе алады. Не үшін десеңіздер, Робертсон шабуылға да, қорғанысқа да көмектесе алады, шабуылға да, қапталында жақсы ойнайды, дриблингі, скорсы бар ойыншы. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, Робертсон келіп Тоттенхэм көмектесе ала ма? Қалай ойлайсыздар, комментария жазыңыздар. Құрметті достар, арамызда егер де Арсенал клубының жанкүйерлері болса, оларды шын жүректен құттықтаймыз. Қаншама жылдан кейін өздерінің лигасында чемпион болған болатын достар. Шын жүректен құттықтаймын Арсеналды. Жеңістерің құтты болсын. Ал достар, АПЛ лигасын алыстамайық. АПЛ лигасының осы маусымдағы ең үздік символдық құрамында болып бізде. Мына жерде кіммен келіспейсіздер, комментария жазып отырыңыздар. Мен уже бүкіл ойыншымен келісемін. Бүкіл ойыншы өз орнында тұр. Бәрі мықты ойыншылар. Достар, қалай ойлайсыздар? Достар, осымен видео аяқталды. Көргендеріңізге мыңда алғыс рахмет. Келесі сау саламатта.